Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Жансая. Бүгін өте жеңіл дайындалатын кекс пісіремін. Өте тез дайындалады және дәмді шығады. Ең алдымен ыдысқа 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Үстіне 1 стакан шекер салып, шекер ерігенше жақсылап араластырамыз. Шекеріміз еріп болғаннан кейін 1 стакан айран салып, тағы да араластырамыз. Жарты стакан сұйық май құямыз. 600 грамм ұн және қопсыта қосып араластырамыз. Өте сұйық немесе қою болмау керек. Талғамдарыңызға қарай мейіз қоссаңыздар болады. Кекске арналған формаларды кекс жабыспас үшін ең алдымен жұқалап барлығын майлап шығамын. Барлығы майлап болды. Енді кекстің тестасын толтырмай аз-аздан жартылай құйып шығамын. Барлығын құйып болған соң 180 градусқа 20-25 минутқа пешке саламыз. Мінекей кексім дайын, өте жұмсақ әрі дәмді болып пісті. Талғамдарыңызға қарай шоколад, варенка қоссаңыздар болады, бірақ үй жағдайында мейізбен жасау тиімді әрі тез болады. Егер де сіздерге рецепт ұнаған болса, видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.